Діл мұсылман болмаса, тіл мұсылман не керек деген сөздің мағынасын айқындап бересіз бе? Бұл жерде яғни дінімізде айтылған үкімдерді толық орындап, өмір негізіне айналдыру. Тек тілмен айтып өмірде қолданбаса, еш пайдасы жоқ, осы негізде айтылған деп топшылаймыз. Шығыс даналығында бос арбаның сылдыры көп деген сөз бар. Тамыры терең тартпаған талдың да жел шайқаса құлауға шақ қалатыны секілді, тұла бойы иманға толмаған адамның ғұмыры баянсыз болады. Абайдың атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейтіні бар емес пе? Ата-анаңызға қамқорлық жасауыңыз, жолдасыңызға жақсы жар болуыңыз, бала-шағаға үлгілі әке, ана болуыңыз, көршімен, туған туысқандармен көркем қарым-қатынас орнатуыңыз, адал табыс табуыңыз, мемлекеттің мүлкіне аманат деп қарауыңыз, тым болмағанда өзгеге жылы шырай танытуыңыз, міне осылардың жиынтығы дін. Дінді ұстану қол жетпес сағым яки арман, немесе біз ойлағандай ауыр іс емес. Әрбір жақсы амалда діннің бір талабы жатыр. Діннің өмір сүру пішіні дегеніміз осы. Аллаға ұнамды әрбір сөз, амал, садақа, сауап. Өзімізге қалаған нәрсені өзгеге де қаласақ, онда біз Алла елшісі айтқандай иманы толық мұсылман болғанымыз.